мектеп дәлізі күнде жүрген жолым, бірақ бүгін ол өзгеше. Өйткені алдымда үлкен таңдау тұр. Қай мамандықты таңдаймын, болашағым қандай болады? Жауапты әлі білмеймін. Бірақ бір нәрсені сеземін, мен өз жолымды табамын. Мен қоғамға пайдалы болғым келеді. Әділдік пен тәртіп маңызды екенін түсінемін. Адамдардың қауіпсіздігі жауапкершілік екенін білемін. Сондықтан мен армандап қана қойған жоқпын. Мектебімізде жас сақшы жасағының мүшесімін. Біз мектепте тәртіпті қадағалаймыз. Құқық бұзушылықтың алдын аламыз. Біз кішілерге үлгі боламыз. Қайырымдылық акцияларына қатысамыз. Адамға бей-жай қарамауды үйренеміз. Осы арқылы мен түсіндім. Полиция қызметкері болу форма киюден басталмайды. Ол жауапкершілікті қазірден сезінуден басталады. Сондықтан полиция қызметкері болу үшін мен қазірдің өзінде әрекет етіп жүрмін. Болашақ мамандығымды тереңірек түсіну мақсатында бір күнімді полиция бөлімінде өткіздім. Басуға сенге лайық бол. Мен келіп қылышақ жүзді. Бірінші сауыт иманың жаныңды елге қиғанын. Жұлдыздай аққан өмірде тегелің болсын жиғаның. Өсіріп тек ұрпақты, қиямет күні келгенше тереңдегенсің тамырың. Салмасы, жалпы сіз осы мамандықты қандай себеппен таңдадыңыз? Саламатсыз ба, менің есімім Олжапова. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тобының инспекторы, полиция лейтенанты боламын. Мен полиция мамандығын таңдаған себебім бұл жауапкершілігі жоғары, абыройлы әрі маңызды қызмет. Полиция қызметкері ретінде мен адамдардың құқығын қорғап, қылмыстың алдын алуға, қоғамдағы тәртіп пен тыныштықты сақтауға өз үлесімді қосқым келеді. Тамырың баянды болсын торың, арналсын елге ғұмырың. Жер үшін құрбан болсаң да артыңнан қурап отылып, нұрланып тұрсын қабірің. Сұрғылттар сырғып келгенде сынақтан. Бұл жол оңай емес, бірақ мен дайынмын. Бұл менің жолым, бұл менің таңдауым.